қарайық. Енді құрметті әріптестер, мына жаңа сіздерге айттым ғой, отбасынан мүшелер қатысып отыр. Әбжаппар Абылақұлының деп сол ағайдың өте тамаша отбасының оттағасы еді ол кісі. Үйде жақсы апайымыз бар, жақсы балалар тәрбиеледі. Қазір Қазақстан экономикасының мынау дамуына өзіндік үлесін қосып жүрген, сот саласында басқа бірнеше салада айналысып жүрген жақсы ұлдары бар. Сол ұлдарының бірі Санат Әбжаппарұлына бір-екі ауыз сөз берейік. Санат мырза, естіліп тұр ма? Санат мырза. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Саламатсыздар ма? Сіздерге көп рахмет. Осы Абылақовтар жанұя тарапынан алғысымызды білдіріп, сізге көп рахмет айтқымыз келіп отыр. Енді ең алдында екі ағам қосылып, сіздің осы айтқан сөздеріңізді тыңдап, енді техникалық себептеріне байланысты шығып кеткен, қазір қайтадан қосылып келетін шығар. Біз өзіміздің тарапымыздан айтатынымыз, ең біріншіден сіздерге көп рахмет. Осындай әкеміздің атын өшірмей, жиі кезде орынды, осындай жағдай орынды еске алып отырсыздар. Енді Абылақовтардың жанұясынан қандай көмек керек деп сондай сұрақтар болса, біз өзіміздің жағымыздан оны көрсетуге дайынбыз әрқашан. Мысалы үйімізде әлі де бір әкеміздің кітаптары молшылық. Енді өкінішке орай біздің жанұямызда әкеміздің ісін басуға ешкім табылған жоқ. Мен өзім заңгер жағына кеткен, тағы бір-екі ағам бар, олар бизнес жағына кеткен. Енді осы институтқа қандай сондай мүмкін бір кітаптар табылмайтын кітаптар болса, сол үйімізде бар шығар. Соны білдірсеңіздер, тауып жеткіземіз. Жақсы, рахмет, Санат мырза. Енді қосылып айтқанымыз осы ғой. Сіздерге көп рахмет. Біз әрқашанда осындай бұрыннан келе жатқан дәстүрлі осындай шараларды іске асырып жатсыздар. Осыған әкеміздің атын жоғарыға шығарып, әйтпесе біз өзіміз білеміз, кезінде қатысқанбыз. Мен ол кезінде институтта оқыған жылдарым, сол кезде көп естетін. Әкеміздің жұмысымызға барып, қатысып, андасында кіргенде естетінімізді осындай көп шаралар сол уақыттан бері келе жатқан дәстүрлі осындай шараларды қолдап отырсыздар. Осыған көп рахмет. Енді айтатынымыз осы. Жақсы. Басқа енді қосатын әңгімеміз, егер біз жағымыздан енді қандай көмек керек болса, біз дайынбыз көрсетуге. Жақсы, рахмет, Санат мырза. Түсіндік. Жақсы, өте рахмет.
Иә, бүгінгі шарамызға қатысып, мынау пікір білдіріп жатқандарыңызға әрине енді байланыста боламыз. Иә, жаңағы ағайдың кітапханасына байланысты да көптеген мәселелер болуы мүмкін. Көптеген ғалымдар осы жақында ғана Байынқол Қалиев қыздар университетінде істемесе де, үйде кітаптар босқа тұр деп, университеттің кітапханасына кітаптарын әкеліп салтанатты түрде табыстады. Сондай шаралар болады. Ағайдың атында бізде кабинет бар. Иә, мемлекеттік Әбжаппар Абылақұлы атындағы мемлекеттік тіл кабинеті бар. Сол кабинетке де келіп көрсеңіздер болады. Жаңағыдай мәселелерді ортақ талқылаймыз. Жақсы, көп рахмет. Иә, біз әрі қарай жұмысымызды жалғастырайық. Иә, әрі қарай. Рахмет сіздерге. Рұқсат болса, менде бір тағы бар. Бүгін жұмысы күн ғой. Тағы бір жұмыстарымыз бар еді. Егер емдемесеңіздер, бізде аралай үзіліп береміз да, жұмысты бар. Рахмет барлығыңызға, Әбжаппар ағаның отбасына рахмет, апайымызға көп сәлем айтыңыз. Жақсы, рахмет. Жайлысыңыз болады сізге рұқсат үшін. Әрі қарай жұмысымызды жалғастырайық. Енді бірінші павильон. Кімнің сабағы? Кімнің сабағы? Жарық бар еді. Бұда сіздің жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бірінші павильондағы ең үздік баяндама Әбжаппар Абылақұлының мынау ғылыми мұрасына байланысты жасалған ең жақсы баяндама ретінде ұсынылған мына Ибраева Гүлфайрус Қазыбаевнаның баяндамасын тыңдаймыз. Гүлфайрус Қазыбаевна да осы біздің Қыздар университетінің түлегі, Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы мектеп-интернатының колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы. Баяндаманың тақырыбы Әбжаппар Абылақов және қазақ тіл білімінде сөз тіркесінің теориялық мәселелері деп аталады. Шықпай алынған жерге барып оқысаңдар. Шығады, әдемі көрініп тұр. Сөз тіркес жөніндегі жүйелі зерттеулердің қалыптасып дамымағанына көп болған жоқ. Қазақ төңкерісіне дейінгі еңбектерде тек сөйлем мүшелерін, олардың байланысын, орын тәртібін көбірек сөз қылды да, ал сөз тіркесіне байланысты мәселелер онша зерттелмеді. Түркі тілдерінің сөз тіркестері тек кеңес дәуірінде ғана зерттеле бастады. Орыс тілінде сөз тіркестерін тұңғыш қолға алған Виноградов сөз тіркестерінің түрлері, байланыс формалары және олардың құрылысы тіл білімінің ең басты бөлім екендігін айтады. Сонымен қазақ төңкерісіне дейінгі еңбектерде сөз тіркесі, оның байланысы, формалары жалпы болса да айқын жіктелмей келді. Қазақ тілінде сөз тіркестері арнайы түрде тек ұлы қазан төңкерісінен кейін, онда да 30 жылдан бастап сөз бола бастады деп тұжырымдайды Сайрамбаев. Мұны ең алдымен Жұбанов сияқты ғалымдардың еңбектерінен айқын көруге болады. Басымовтың сөйлем мүшелері туралы пысықтауыш, тағы басқа мақалаларында тек бастауыш пен баяндауыштың қиысуын ғана сөз еткені болмаса, олардың басқа байланысу формаларына арнайы тоқталмаған. Сөз тіркесі туралы мағлұмат мектеп грамматикасында тек 1939 жылы беріле бастады. Бұл жерде өте көптеген ғалымдарды атауға болады. Байтұрсынұлы, Жұбанов, Сауранбаев, Томанов, Аманжолов, Серғалиев, Аблақов, Исаев, Шаукенов тағы басқа ғалымдардың еңбектерінде көрініс тапқан. Әрине, оны дал қазіргідей сөз тіркесі деп аталмағанмен, әркім өзінше сөздер тізбегі, сөздердің қарым-қатынасы, сөздердің байланысы деп көп уақытқа дейін әртүрлі айтып келгені белгілі. Жалпы сөз тіркестерін зерттеу тек 50-ші жылдардан кейінгі ғана бір жүйеге келе бастады. Сөз тіркесін ең алғаш жүйелі баяндау 54-ші жылы жарық көрген академиялық қазақ тілі атты еңбекпен байланысты. Бұл еңбектің синтаксис бөлімін жазған Балақаев сөз тіркесі синтаксисін жай сөйлем синтаксисіне қарастырады да, сөз тіркестерінің синтаксистік табиғатын жан-жақты зерттеп, тұңғыш рет толық мәлімет берді. Автор сөз тіркесін әрі сөз таптарының, әрі сөйлем мүшелерінің тіркесі ретінде салаласатын, сабақтасатын байланыстағы сөздер деп қарастырады. Одан кейін шыққан основные типы словосочетания в казахском языке және қазіргі қазақ тіл еңбектерінде сөз тіркесі синтаксисі жай сөйлем синтаксисінен бөлініп алынып қарастырылады. Мұнда сөз тіркесі сөйлем мүшелерінің емес, сөз таптарының тіркесі деп қарастырылып,
сөз таптарының сөз тіркесін құраудағы ерекшеліктері, сөз таптары мен сөз таптарының тіркесі, олардың байланысу формалары мен түрлеріне сипаттама берілген. Балақаев сөз тіркесінің байланысу формаларын талдай келе, матаса байланысу формасын енгізеді. Балақаевтың сөз тіркесіне берген анықтамасы синтакстік қарым-қатынасты білдіру үшін кемінде толық мағыналы екі сөздің сабақтаса байланысқан тобын сөз тіркесі дейміз дейді. Сонымен бұл анықтама бойынша сөз тіркесі болу үшін кемінде екі толық мағыналы сөздің сабақтаса байланысуы қажет екен. Қазақ тілі білімінде сөз тіркесінің байланысу формасы жеке зерттелген. Мәселен, Аблаховтың еңбектерінен меңгеріле байланысқан етістікті сөз тіркесі мен меңгеріле байланысқан есімді сөз тіркестері жайында жан-жақты мағлұмат алуға болады. Аблаховтың 150-ге тарта ғылыми еңбектердің авторы екенін барлығымыз білеміз. Бұл авторлардың аттарына толық тоқтала кетуді қажет деп санамай отырмын. Оны сіздер мынау жинақтан да басқа жерден де оқи аласыздар. Қазақ сөз тіркесі мен сөйлемді бір-біріне ажырата білу түркі тілдері, оның бірі қазақ тілінде өте күрделі мәселе. Бір қатар ғалымдар сөйлем аяқталған ойды білдіреді, сөз тіркесі ондай қасиетке емес деген қағидаға сүйеніп, бастауыш пен баяндауыштың байланысын тек сөйлемнің нысаны деп қарайды. Басқаковтың пікірінше атқа мінді деген сөйлем, ал атқа мінген, атқа мініп дегендер сөз тіркесі деп танылады. Бұл жайында Балақаев жоғары оқу орындарына арналған қазіргі қазақ тілі оқулығында былай дейді. Сөйлемді синтакстік қасиетіне қарап, сөз тіркестерін де өзіндік қасиеттеріне қарап танып, мысалы жазық дала дегенді сөз тіркесі деп танысақ, атқа мінді деген әрі сөйлем, әрі сөз тіркесі деп қарау керек дейді. Бұл құбылысты Аблахов, Исаев, Ағмановтар атқа мінген деген сөйлем емес, сөз тіркесі. Өйткені мұнда сөйлемген тән бастауыштық, баяндауыштық үлгі жоқ. Меңгерудің бағыныңқы байланысына тән тәуелді бағынышты септік бар шалғау. Яғни ат деген сөзге мін етістігінің лексикалық, грамматикалық мағынасына орай бар септігінің қажалғауын қабылдап тұр. Атқа мінді деген сөйлем сияқты көрініп тұрған белгісі мінді етістіктің тұлғасына байланысты деп түсіндіреді. Аблахов, Исаев, Ағмановтар қазақ тіліндегі сөз тіркесінің дамуы мен лексикалану процесс еңбегінде атаулық тіркестер мен еркін синтакстік тіркестерді бір-бірінен ажыратудың қиындығы жөнінде кей жағдайда еркін тіркестер мен атаулық тіркестердің ара жігі жақындап, оларды ажырату қиынға соғады. Мәселен, аяқ киім, қой қора, темір жол тәрізділерді тіл мамандарының кейбіреулері еркін тіркес хаттарына қарайды. Әсіресе мектеп мұғалімдерінің арасында жиі кездеседі. Оны практика кезінде анық көзіміз жетті. Дәл мысалы, аяқ киім деген тіркес бас киім, іш киім, сырт киім түрінде, қой қора тіркесі, мал қора, ат қора түрінде, темір жол тіркесі, шойын жол, тас жол түрінде айтылады. Ондай сондықтан оған қандай киім, қандай қора, қандай жол деп сұрақ қоюға болады. Демек, қапса байланысқан анықтауыштық байланыстағы сөз тіркесінің қатарында жатады деп түсінеді. Сырттай қарағанда осындай пікірді қуаттаушылардың көзқарасы орынды. Шындығында қапса байланысып тұр, бірақ жоғарыда аталған тіркестер мен еркін тіркестер арасында елеулі айырмашылықтар бар. Профессор Аблахов сөз тіркесі және теориялық мәселелер бойынша жүргізген зерттеулері мен тың ғылыми пікірлерді қазақ тіл білімінің синтаксис саласында қосқан еңбегінен анық байқауға болады. Қазақ халқының ел болып танылып, әлемдік өркениетте өзін таныта алуы, әлемдік мәдениетте өзінің жетістіктерін үлгі етер бір тұсы осы әрине мемлекеттік тіл, әдеби тіл. Тіл адамның жаны, рухы дегенге иланса, қазақ жаны мен рухы осы қазақ тіліне жататыны өзінен өзі түсінікті. Демек, тілші ғалымдардың көтерер жүгі де, орны да, атқарар рөлі де ерекше. Қазақ тілін халық жанының, рухының бейнесіндей көріп, оның терең тылсымына бойлай отырып, көне бастауларын, тарихи дамын жолын анықтауда өмірін арнаған қазақ ғалымдары. Осылардың бірі және бірегейі әрине біздің ол ағайымыз Аблахов. Бүгінгі кеңеске шақырып, менің еңбегімді бағалағандарыңыз үшін барлығыңызға үлкен алғыс айтам. Көп рахмет. Әбжаппар Аблаховның жалпы сөз тіркесі синтаксисіне байланысты үлкен теориялық мәселелерді
синтаксис мамандарының өзі жаңағы батылы жетіп бара бермейтін нәрселерге дейін барып сіз сөз тіркесі мен еркін тіркестің айырмашылығы, оған ғалымдардың әртүрлі көзқарасы туралы жақсы мазмұнды тұжырымды баяндамаңыз үшін рахмет. Осы педагогикалық идеялар жәрмеңкесі ақпараттық хат таратылғаннан кейін Әбжаппар ағайымызға арналған баяндамалардың саны көп бола қойған жоқ. Сол баяндаманың түскен баяндамалардың ішінде ең жоғарысы деп сіздің жаңағы баяндамаңызды комиссия жоғары дәрежеде бағалап, бірінші дәрежелі дипломмен жанына барып айтасың. Кім ботагөз қашан келеді? Мейлі, бірақ көрсетпейді. Қадірлі құрметті әріптестер, осы педагогикалық идеялар жәрмеңкесі жарияланған кезде Әбжаппар Аблақұлына бірінші секция Әбжаппар Аблақұлы және оның тұстастарына арналған баяндамалар конкурсы болды ғой. Сонда біраз баяндама түсті, бірақ соның ішінде Әбжаппар Аблақұлына арналған баяндамалар саны көп болған жоқ. Сол түскен баяндамалардың ішін комиссия сараптап, ең жоғары өзі Әбжаппар Аблақұлының негізгі айналысқан саласы сөз тіркесі синтаксисіндегі күрделі проблемаларды көтерген үшін осы Гүлфайрус Қазыбайқызының жұмысын ең озық жұмыс деп бағалап, бірінші дәрежелі дипломмен марапаттайды. Әрі қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Осы бірінші павильон бойынша үздік баяндамалар конкурсына рахмет отыра Жүнісова Мадина Бауыржанова қазақ тіліндегі атаулық тіркес бейнесі, бұл Мадина Бауыржанова гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебінің магистрі, Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетінің магистрі, жаңағы Бекен ағайдың шәкірті. Бұл кісі де атаулық тіркестер туралы, оның ішінде Әбжаппар Аблақұлының сол салаға қосқан үлес туралы жақсы баяндамасын ұсыныпты. Регламенттен аспай, Мадина ханым. Я сәлеметсіздер, дауыс естілмін? Естіліп тұрмын. Аха, мен жаңа топқа жүрген болатынмын. Мен сайдымда қосқанымыз бар. Сіз өзіңіз демонстрация жасамайсыз ба? Мен сізге рұқсат беріп отырмын. Рұқсат берді, демонстрация жасай беріңіз. Өзіңіз жасай аласыз ғой? Қосылды ма? Қосылып жатыр. Қосылды. Жалпы мен өзімді таныстырып беретін болсам, мен Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетінің магистранты Жүнісова Мадина Бауыржанова боламын. Осы аталмыш шараға қатысып отырғаныма өте қуаныштымын. Менің баяндамамды бағалап, сөз сөйлеуге рұқсат бергендеріңізге мен алдымен үлкен рахмет. Аталмыш шараға қазақ тіліндегі атаулық тіркес бейнесі деген баяндамамды айтып отырмын. Жалпы барлықтарыңызға мәлім, синтаксис тіл білімінде синтаксис тізбектерінің лексикалық тізбектерін алатын орны өте зор. Осы лексикалық тізбектердің ішінде атаулық тіркестер бойынша өзекті тақырыптардың бірі атаулық тіркестердің амонимдері болып табылады. Жалпы атаулық тіркес ұғымы қайдан шықты? Мен алдымен осы атаулық тіркес ұғымы Аблақұлы Армановтың қазақ тіліндегі сөз тіркестерінің дамуы мен лексикалық атты зерттеуінде матаса байланысқан сөз тіркесі мен оның рөлі атты тарауша бар. Осы аталмыш тараушада республика алаңы және аралық мемлекеттерге екі тіркес ұсынылған. Осы екі аталмыш тіркесті бізге ғалымдарымыз сөйлеу процесінде туған синтаксистік емес, осы тұлғасында жымдасып қолданылады. Яғни лексикалық концепт негізінде пайда болған тіркес деп ұсынылған. Яғни ұсынған кезде оны атаулық тіркес деп басып атамай, тек қана оны атаулық тіркестен мағыналық ерекшеліктерін көрсетеді. Ал қазіргі таңда осы аталмыш республика алаңы аралық тілді тіркестері қазақ тілі білімінде атаулық тіркес түсінігінде